студенттер, келесі модуліміз оқыту мен оқытуда сын тұрғысынан ойлауды дамыту модулі болып табылады. Енді бірінші миға шағу әдісі бойынша мақсат екі дөңгелек фигурадан жаңа фигуралар шығару. 1 минут қана уақыт беріледі. Жасаған фигураларыңызды мынаменен салыстырыңыздар. Оқушылардың жасаған бейне көріністерін көргеніңізге болады. Фигуралар өте зиялы, фантазия, шығармашылыққа бағытталған. Ал енді құрметті студенттер, қарап отырсаңыздар, өздеріңіз фигураны жасап, жаңа көріністер бойынша көрсеттіңіздер. Яғни, бейне көріністегі фигуралармен салыстырыңыздар, өзіндік ой тұжырымын жасаңыз. Енді қалай ойлайсыздар? Бұл бейне көрініс неліктен көрсетілді деп ойлайсыздар? Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, модуліміз ол сын тұрғысынан ойлау болып табылады. Сын тұрғысынан ойлау, ол ойлау туралы ойлану. Сын тұрғысынан ойлау деп отырғанымыз ойлау, бақылау, тәжірибе, толғану, пайымдау нәтижесінде алынған ақпаратты ұғыну, бағалау, талдау, синтездеуде қолданылатын әдіс болып табылады. Блум таксономиясының білу, түсіну, қолдану, талдау деңгейіне келген кезеңінде, талдау деңгейінде келген тапсырмаларды орындаған кезеңде оқушыда сын тұрғысынан ойлау дағдысы жүреді. Енді бастапқы деңгейде сын тұрғысынан ойлаудың 4 негізгі үдерісі бар. Бірінші, тиісті ақпаратты жинауды. Екінші, дәлелдерді сын тұрғысынан талдауменен бағалауды. Үшінші, кепілдендірілген шешімдермен жинақталған қорытындылар. Төртінші, тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауды қамтиды екен. Сын тұрғысынан ойлау көбінесе бір нәрсені елестетуге, баламалы шешімдерді қабылдауға, немесе ойлау мен іс-әрекеттің жаңа түрлендірілген тәсілдерін енгізуге дайын болуды көздейді. Сын тұрғысынан ойлау мәтінді есепке ала отырып бақылау, тыңдау арқылы дәлелдерді жинастыру, шешім қабылдау үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытуды қарастырады. Сондықтан да оқушыларға бақылау, талдау, қорытынды жасау және интерпретациялау дағдыларын дамытуға мүмкіндік жасау керек. Яғни біздің бүткіл тапсырмаларымыздың барлығы, тіптен сұрақтарымыздың өзі сын тұрғысынан ойлауға бағытталуы керек етеді. Міне сын тұрғысынан ойлау деп отырғанымыз сонымен ойлау туралы ойлану. Сын тұрғысынан ойлаудың теориялық негіздерінде не жатады? Яғни сын тұрғысынан ойлаудың мына жерде қарап отырсаңыздар, Выготский, Чарльз, Пиаже, Джинни, Ситл, осы ғалымдар сын тұрғысынан ойлау туралы негізгі ойларды жиықтаған. Сын тұрғысынан ойлауда мына негізгі 3 аспекті басшылыққа алыну керек. Ол ойлау, талдау, синтездеу. Яғни бақылау, тәжірибе жасау, ойлау, талқылау. Бірінші бақылау жасалыну керек, тәжірибе жасалыну керек, ойлап, сонан кейін оны талдау. Яғни Блум таксономиясын мен тағы да қайталап айтам, ең негізгі жоғарғы ойлау деңгейі неге талдау деңгейінен басталады? Бала кез келген нәрсемен салыстыра алады, талдай алады, яғни балада сын тұрғысынан ойлау дағдысы жүреді деген сөз. Енді сын тұрғысынан ойлаудың мысалға Александр бірнеше несін айқындаған. Ол белгілі бір әрекеттестік үлгілерін айқындаған, зерттеушілік әңгіме, дәйек, диалог үлгілерін айқындады. Мұғалім мен оқушыларға бірлескен іс-әрекет, жоғарғы деңгейдегі ойлау қабілетін өрістету деген сияқты ой пікірлерді айтады. Сын тұрғысынан яғни білімді меңгерудің Александр 5 үлгісін айқындайды осы сын тұрғысынан ойлауға байланысты. Ол механикалық есте сақтау, декламация, нұсқаулық, талқылау, диалог.
Механикалық есте сақтау үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды, күнделікті іс тәжірибелерді жаттау. Біз бағана айтып кеттік екі фактордың ішінде, механикалық есте сақтау. Ал декламация деп отырғанымыз, тестілеу үшін дайындалған сұрақтарды пайдалану, бұрын өткендерді еске түсіру, ынталандыру деген мағынаны білдіреді. Ал нұсқаулық оқушы не істеу керектігін түсіндіру. Ол түсінікті. Кез келген нәрседе біз нұсқау береміз, түсіндіреміз. Ал талқылау, ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу. Диалог деп отырғанымыз 5-ші үлгісі білімді игерудің қателік пен тәуекелдерді азайтып, таңдауды қысқартуға, түсініктер мен қағидаттарды жеткізуді тездетуге ықпал ететін құрылымдалған кумулятивтік әңгіме мен пікірталас арқылы өзара түсіністікке қол жеткізу. Енді сын тұрғысынан ойлаудың теориялық негіздерінің отандық тәжірибесінде 1997 жылдан бастап Қазақстанда сыни ойлауды оқыту және жазу туралы халықаралық жоба жұмыс жасады. Мырсеитованың еліміздің 14 мыңнан астам ұстаздарды интербелсенді оқытуға үйреткен. Бұның да еңбектерін пайдалануларыңызға болады. Және сын тұрғысынан ойлауды жазуды, оқу мен жазуды дамыту арқылы Әлімовтің жоғары оқу орнында интербелсенді әдістерді қолдану оқу құралы. Яғни бұның барлығы пайдаланатын әдебиеттерде бар, кең көлемді түрде осы ішіндегі қызықты әдіс тәсілдерді пайдалануларыңызға болады. Енді әңгіменің сапасы мен мазмұны балалар үшін маңызды. Қай уақытта пікірталас пен диалог, яғни танымдық әлеуетімен ерекшеленеді, балаларға баламалы мүмкіндіктер беріледі, тұжырымдамалы түсінікті тереңдейді, дамуын ынталандырады. Дәлелдемеде идеялар мен мүмкіндіктерді алға жылжыту, диалог негізінде тәжірибе жинақтау. Ал дәйектеу деп отырғанымызда Мерсер әңгіменің 3 түрін ұсынады. Келесегі жаңайым. Оқушылар бәсекеге қабілетті басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды әңгіме дебатта. Кумулятивтік әңгімеде оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды, сындарлыққа негізделеді. Ал зерттеушілік әңгімеде ұсыныстар жайында күмән туып, қарсы дау айтылып, негізделген дәлелменен сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады. Бұл Мерсерді бірінші модульде де айттық, ал енді екінші сын тұрғысынан ойлау модулінде де айтылып отыр. Енді осы сын тұрғысынан ойлаудың оқушылар бойындағы ерекшеліктерін айқындасақ. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлаудың ерекшеліктері неде? Міне мына жерде қарап отырсаңыздар, 5 негізгі ерекшелігі бар екен. Ұтымдылық, сыңаржақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп және өзіндік сана сезім. Енді осы 40 минут сабақтың ішінде оқушылардың сын тұрғысынан ойлау дағдылары, осындай ерекшеліктері қалай қалыптасқандығын бағалауға, өлшем жасауға болады. Мысалы, ұтымдылықта ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылады оқушы, ұтқыр сұрақ қоя біледі, дәлелдерді талап етіп және есепке алатын оқушы, онда ұтымдылық өлшемі бар, ерекшелігі бар. Ал сыңаржақтылықтың болмауында оқушында қорытындыларды бағалай алады, барлық болжамдарды қарастырады, ашық интерпретацияларға бағытталады. Ашық интерпретациялау арқылы, жоқ ол былай еді ғой. Неге мысалы интернетте былай деп жазылып тұр ғой, ал оқулықта былай деп тұр ғой деп интерпретациялауға бағытталады. Яғни ол оқушыда сыңаржақтылықтың болмауы дағдысы қалыптасқан ерекшелігі бар. Пайым, дәлелдердің кез келген маңызын мойындай алады. Көзқарастардың мүмкіндіктеріне көз жеткізеді. Ал тәртіп тиянақты, нақты, жан-жақты. Яғни оқушы ұшқыр ой айтпағанменен тәртіп деп отырғанда тапсырманы тиянақты, нақты, жан-жақты орындап отырады. Ал өзіндік сана сезім, яғни ол оқушының өзіндік эмоциясы мен көзқарастарының, сенім мен болжамдарының субъективті екендігін сезіну. Яғни біз кез келген сабақты жүргізген кезеңінде оқушының бойында осы сын тұрғысынан ойлаудың қандай дағдылар қалыптасқандығын бағалау жасауымыз қажет етеді. Енді сын тұрғысынан ойлау дағдыларына байланысты мұғалімдерге қатысты сын тұрғысынан ойлау дағдысы қалай қалыптасу керек дегенде, біз басым көпшілігінде рефлексиялық оқытуды айтамыз. Рефлексиялаушы практик болып шықса мұғалім, рефлексиялаушы практик болса, онда ол өзінің әрбір сабағына тиянақты, жүйелі, сын тұрғысынан ойлау арқылы жүргізеді деген баға беруге болады. Рефлексиялаушы практик деген ұғым философ, психолог және оқу реформаторлары Джон Дью менен философ Дональд Шонның жұмыстарында шыққан. Дьюдің «Біз қалай ойлаймыз» деген кітабы бар, рефлексиялық оқытуға байланысты.
Ал енді Шонның соңғы еңбектерінде рефлексиялық тәжірибені педагогтардың проблеманы анықтап, өз іс-әрекетіне эксперимент жүргізе отырып шешу әдісі ретінде қарастырылатынына байланысты. Шонның рефлексиялаушы практик кәсіпқойлар әрекетке қалайша ойланады деген кітабының ықпалы күшті. Яғни рефлексиялаушы практикке байланысты Дью менен Шонның осы еңбегін басшылыққа алып, көптеген сын тұрғысынан ойлауға, рефлексиялық оқытуға байланысты мәселелерді айқындауға болады. Шонның рефлексиялаушы практик деген еңбегінде техникалық ұтымдылық ұғымын кәсіби білімі негізіменен тануды жоққа шығара отырып, кәсіпқойлардың не істейтіндігін түсіну негізіне рефлексия түсінігін қоюы бұл іске қосқан зор үлесі болып табылады. Яғни тек қана түсініп қою емес, рефлексия жасай алуды қойып тұр ғой сонда Шон. Ал енді бұл рефлексиялық оқытудың негізгі үш түрін айқындаған: іс-әрекеттегі рефлексия, іс барысындағы рефлексия, іс-әрекеттен кейінгі рефлексия. Іс-әрекеттегі рефлексия сол сабақтың процесс кезеңінде рефлексия. Мен мысал үшін сабақты бере отырып, бүгін С деңгейлі оқушының В деңгейлі оқушы деңгейіндегі шартқа жауап беріп жатырғандығы менде рефлексия жүріп жатады. Мен соны бақылап, соны айқындап отырмын оқушының бойындағын. Іс барысындағы рефлексия және іс-әрекеттен кейінгі рефлексия сабақ біткеннен кейін міндетті түрде қысқа мерзім жоспарда біз соңғы лекцияда келеміз. Яғни іс-әрекеттен кейінгі рефлексия сабақ біткеннен кейін менің бүгінгі өткен сабағыма байланысты рефлексия жүргізу болып табылады. Енді рефлексиялық оқыту тұрғысынан қандай дағдылар қалыптасу керек? Бірінші, проблемаларды анықтап, оларды шешудің шынайы құралдарын айқындау керек. Екінші, проблемаларды шешудегі басымдықтарын, иерархияның және кезектіліктің маңызын түсіну керек. Үшінші, тиісті ақпаратты жинақтау, сұрыптау, белгіленген жорамал мен құндылықтарды мойындау, нәтижелерді түсіндіру, дәлелдерді бағалау, тұжырым жасау, шынайы қорытындылар мен жалпылаулар жасау, жасалған тұжырымдар мен жалпылауларды қуаттау және алынған тәжірибенің негізінде ұстаным модельдерін түзету болып табылады. Яғни рефлексиялық оқыту бұл мұғалімге қатысты сын тұрғысынан ойлауға бағытталған жұмыстың бағыты болып табылады. Енді мына жерде ой толғаныс рубрикасына тоқталсақ, мына жерде бір видеоны көріп жіберейік. Біз осы жерде Дэвид Кустердің пікірлеріне тоқтала кетсек, ең бірінші пікірі сын тұрғысынан ойлау ол өзіндік ойлау деп атап кеткен. Екіншісі, сын тұрғысынан ойлау ол тек қана мүмкіндіктерді шектеу емес, ол тұйықтаушы, аттандырушы, яғни ойды жүйріктіруші болып саналады. Сын тұрғысынан ойлау сұрақтар мен шешілетін проблемалардың бастамасы болып табылады. Сын тұрғысынан ойлау ол әрбір нәрсені жан-жақтылыққа бағыттау және жаңа нәрсені таба алу. Сын тұрғысынан ойлау әлеуметтік ойлау болып табылады. Осы ойды тұжырымдай келе, сын тұрғысынан ойлауды біз балаларға оқыту арқылы баланың түрліше ойлау қабілетін дамытамыз. Сонымен қатар бала жан-жақтылыққа бағытталады және де өз ойынмен бөлісіп қана қоймай, өзгелердің ойын тыңдай отырып ортақ шешім қабылдай алады. Сын тұрғысынан ойлау баланы жаңа әлемге шақырады. Қарақалпақтың қойған сұрақтары, ата-аналардың қойған сұрақтары аяқсыз қалмасын деп, соған жауап ретінде өзіміздің ойымызды білдіре кетсек, бірінші бізге Назира қоя кетті, мұғалімнің қызметі қандай дедіңіз, сіз? Мұғалім бұл жерде бағдар беруші, мотивтендіруші, оның атқарар рөлі өте зор болып табылады. Екінші сұрақ балалар қойған еді, бірінші сынып оқушыларына сын тұрғысынан ойлау қиын түседі деген. Керісінше, әр нәрседе өз пікірін білдіре алатын, өзіндік ойы бар тұлғаны қалыптастыру ол бірінші сыныптан басталу керек. Үшінші, қазақ ғалымдары жоқ. Керісінше, сын тұрғысынан ойлай отырып, біз балаларды, қазақ балаларын шет елдің ғалымдарынан асыра түсіріп, келешекте өзіміздің білім саласына осындай сын тұрғысынан ойлау технология ендіру үшін оқытуымыз қажет. Төртінші, бағалау. Яғни шынайы бағалау жоқ, ол мүмкін, әрине, бірақ қазіргі кезде бағалаудың өзгергені соншалық балалардың білім деңгейі күннен күнге артып келе жатыр. Себебі бала жан-жақтылыққа бағытталады дегенімізде, яғни өзінің жанындағы досын тани алады, оның шынайы екенін мойындай алады, оның сабақты шынайы оқитынын мойындау арқылы одан қалыспау үшін, сол баға үшін емес, сол бала
бәсекеге қабілетті бола біліп, одан да жоғары түсу үшін оқиды. Сол. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осы тұста ой толғаныс рубрикасында Эдуард де Бенноның алты ойлау қалпағынан сабақ үдерісінен бейне көрсетілді. Яғни алты ойлау қалпағын пайдаланудың тиімділігі неде? Осыған өзіндік ой тұжырым жасасаңыздар. Мына жерде бір ғана көк қалпақты ғана біз жаңа сіздердің назарларыңызға ұсындық. Яғни келесі жұмысымыздың бағыты ол қандай тапсырмалар? Бірінші тапсырма ол сын тұрғысынан ойлаудың теориялық негіздерін 4-5 таныстырылым презентация арқылы дайындау теориялық негіздерін. Екінші тапсырма сын тұрғысынан ойлау әдістерін Вен диаграммасы, миға шабуыл, ақылдың алты ойлау қалпағы, жиксо, кластер, қос жазба күнделік әдісін сыни талдау жасау, блок схема, таблица немесе кесте арқылы. Мына жерде сол кестесі берілген сын тұрғысынан ойлаудың әдістерін жазасыздар, оның қолдану ерекшелігі және комментарий бересіздер. Міне осыменен бүгінгі сын тұрғысынан ойлаудағылары дәрістің ішінде айтылды, қандай әдебиеттерді басшылыққа алыну керек екендігі жөнінде, Мырсейітованың, Асхат Әлімовтың оқу құралдарын пайдалану арқылы тереңірек, кең мағынада меңгере аласыздар деп ойлаймын.